Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай французский круассаны дайындаймыз. Ол үшін бізге дрожж, қант, жылы су, жылы сүт және бөлме температурасындағы сары май және електен өткізілген ұн қажет. Алдымен жылы суымызды, сүтімізді, дрожж бен қантты жақсылап араластырып аламыз. Үстіне еріп тұрған сары майымызды саламыз және де ұнымызды біртіндеп салып, жұмсақ қамыр илеуге кірісеміз. Бұл круассандарды өзіңіз қалауыңыз бойынша ішіне начинкасын салуға болады. Вареная сгущенка, джем немесе шоколад салсаңыз да болады. Мен начинкасыз жасадым. Сондай-ақ бұл круассандарды тек қана тәтті десерт ретінде емес, ішіне бутерброд сияқты котлет, қияр, помидор салып, бутерброд ретінде ұсынуға да өте таптырмас тағам. Дайын болған қамырымызды орап, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Осы қамырды аламыз да үлкен және кіші екі бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігі бізге ақ теста болады, кіші бөлігімізді кейін қызыл красительге, яғни бояуға бояйтын боламыз. Қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымыздың формасын ұзын сопақ төртбұрыш етіп жасаймыз. Дөңгелек форма жасамаймыз. Бізге круассанның формасын шығарғанға осындай сопақтау форма қажет. Енді қамырымыздың ортасына сливочный майларымызды қойып шығамыз. Бұл біздің круассандардың слоеный, яғни қатпарлы болуына керек. Қамырымызға сливочный майды жаққаннан кейін шеттерін осылай жауып отырып, видеода көрсетілгендей жаямыз. Және де алдын ала бұны морозильникке 2 сағат, кемінде 2 сағатқа қойып аламыз. Себебі біздің қамырымыз қатпаса, ішіндегі майлар ағып кетуі мүмкін. Қамырымыз морозильникте тұрғанда, жаңағы бөліп алған кішкентай қамырымызды қызыл красительге бояймыз. Пищевой краситель жидкий. Морозильниктен шыққан қамырымызды тағы да жайып аламыз. Өте қалың етіп жаймаймыз, видеода көрсетілгендей жаямыз. Және де қызыл қамыр екеуін тең жайып, көлемін бірдей қылып, бір-біріне беттестіріп отырып, круассан формаларын жасауға форма шығарамыз. Сондай-ақ менің рецептер әлемі каналымнан көптеген рецепттерді таба аласыздар. Оларды бірінші болып көру үшін каналға жазылып, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Дайын болған қамырымызды сызғышпен өлшеп 8 см етіп круассандардың формасын кесеміз. Осындай круассандар жасаймыз. Қызыл бөлігін сыртқа қаратып жасасаңыз да болады, немесе ішке қаратып жасасаңыз да болады. Бас жағын кішкене кесіп жібереміз, формамыз осылай әдемі шығу үшін. Дайын болған круассандарымызды алдын ала қызып тұрған пеште пісіреміз. Сіздің пешіңізге байланысты 30-40 минутта піседі. Мен бетіне жұмыртқаның сарысын жақтым. Бұған 2 ас қасық сүт қосып жіберсеңіз де болады. Және піскеннен кейін бетіне жылтырау үшін бал жағып шығамыз.
Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Гүлназ. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.